Бұл 23/14 мынадай гаражбен бірге үйдің жобасы. Қараңыздаршы, әдемі да. Мына үйдің ерекшелігі қараңыздар. Мына үйде 2 кіреберіс. Общий бірінші кіреберіс даладан, сосын мына гараждың ішіне машина қойғанда, гараждың ішінен тіке үйге кіріп кетесіз. Гаражды бүйтіп айналып үйге мына есіне қайтып кіріп жүрмейсіз, да. Гараждың ішіне не салып жүрген? Котельныйды осында салып жүрген, сосын склад үлкен мынадай болып кәдімгі. Сосын мына кіреберісте үлкен. Мына оңға бұрылғанда холл мен кухня бірге. Мына котельный мен кухняға газ бір жерден кетті. Осылай салған жақсы, ыңғайлы негізі. Котельный мен кухня бірге тұрса, газды бірге тартып жібересіздер. Сосын холлдан шығатын терраса мына жақта, мына жақта 3 спальный, мынау 1 спальный терезесі. Мына санузел негізі қонақтарға бөлек болған жақсы. Себебі, мысалы, мынау болмаса да, қонақтар мына жаққа айналып, мынаған барып жүреді, уже спальный жаққа кіріп кетеді да. Негізі қонақтар спальный жаққа кірмеу керек. Қонақтарға бөлек санузел болу керек. Мына жерден кіреді де, қол жуып, қайтып мынаға бара алады. А мына санузел, мына 3 спальныйға, отбасыға арналған санузел. Әдемі да.